Арлан күшік, ертегі. Есін біліп, айналасына зер сала бастаған ала күшік, арланның ақылына қонбайтын жайттар көбейіп бара жатқандай еді. Көптеген сұрақтар оған маза бермейді. Неліктен бұлардың баспанасы кішкентай? Дәл қастарында тұратын мал қорамен салыстырғанда мүлдем кішкентай. Сонда бұл қалай? Біреулер ғой даңғарадай зәулім сарайда емін-еркін өмір сүреді. Ал менің қуықтай тар үйшікте қысылып, қымтырылып күн кешіп жүргенім мынау. Керек десең, жейтін тамақтарында да қаншама айырмашылық бар. Қорадағылардың алдына күніне 3-4 мезгіл құшақ-құшақ шөп, шелек-шелек жем салынып, су құйылып жатса, бұларға ұзақты күнне бары 1-2 рет қана тамақ беріледі. Оның өзінде бұламық-сыламық, сүйек-саяқ. Ал осыдан кейін қалай ашуланбайсың? Ашуланасың. Бар әділетсіздікті көріп тұрып, ашуланбау мүмкін емес. Неге ғана осы бір ауланың ішінде жүріп, біреулер рахат өмір сүру керек пе? Ал біреулер ілініп, салынып жүріп, күн кешуі тиіс. Әлде жайлы тіршілік арланға жақпайды дейсің бе? Жоқ, жаққанда қандай? Тап бір жұмаққа кіргендей кердең басып жүрер едім ғой. Шіркін-ай, міне нағыз рахат өмір солай болар еді. Тәтті қиялға елтіген арлан анасына еркелей қарады. Кәрі анасы қақайған қу сүйекті аузына басып, қытыр-қытыр етіп кеміріп жатыр екен. Оған салса, бұл дүниеде сүйек кеміріп, итаяқ жалағаннан артық ештеңе жоқ сияқты. Анасына өкпелеген ол үйден кетіп қалуды ойлады. Тұрмыс күйі дұрыстау, басқа біреуге бала бола балар ма екем? Бүйтіп, итшілеп, бүкіл өміріңді азаппен өткізгенше, осы кезден басын арашалап алғаны дұрыс шығар. Орнынан ұшып тұрған арлан бір тұтам құйрығын шолдаңдатып, алды-артына қарамай қаша жөнелді. Қайда барасың, кейін қайт, деп жан ұшыра арсылдаған анасының даусын құлағына да ілмеді. Арлан сол жүгірген бойда биік шарбақтың ішіне кірді де кетті. Алдынан басы кішкентай, ерні салпиған, денесі таудай үлкен бір жануар шыға келді. Сіз кімсіз? Деді арлан, мойнын аспанға соза шәу-шәу етіп. Мен түйе деген әжең боламын. Ал сіздің тұрмыс күйіңіз жақсы ма? Әрине жақсы. Ендеше мен сізге бала болайыншы. Біз құмның арасына кеткен кезде 40 күнге дейін сусыз жүре беретініміз бар. Арлан ойланып қалды. 40 күн су ішпеу деген не деген сұмдық қой мынау. Мұндай азапқа қалай төзерсің? Бүйтіп жанды қинағанша, әсте түйеден аулақ жүргені дұрыс-ау. Арлан басқа сөзге келместен тез ғана кері бұрылып кетіп қалды. Арлан енді бастырманың астындағы құйрық жалы сүзілген хайуанаттың қасына барды. Сіз кімсіз? Деді арлан оған қызыға қарап. Мен жылқы деген апайың боламын. Мен сізге бала болайыншы? Қарсылығым жоқ. Тек біздің қысы жазы желдің өтінде
қар мен жауынның астында жүретініміз бар. Арлан мүдіріп қалды. Қысы-жазы желдің өтінде қар мен жауынның астында су болып жаурап жүру дегеннің өзі масқара ғой. Мұндай қиындыққа қалай шыдарсың? Бүйтіп жаныңды азаптағанша жылқыдан аулақ болғаным жөн шығар. Арлан қайтып аузын ашпады. Ол енді бастырманың екінші шетіндегі қарны қабақтай, құлақтары қауқиған мүйізді жануардың жанына жетіп барды. Сіз кімсіз? Деді Арлан өзіне одырая қараған мақұлықтың жер сызған желініне тамсана көз тастап. Мен сиыр деген апайың боламын. Ал сіздің тұрмыс күйіңіз жақсы ма? Ол жағына шағымым жоқ. Ендеше мен сізге бала болайыншы? Әйткенмен де біз жерге көк шыға, бұзауымызды үйде қалдырып, ұзақты күні өріске жайылып кететініміз бар. Бұл сөздерді естіген Арланның ұнжырғасы түсіп кетті. Апырау, бір құлқын үшін балаңнан жеріну барып тұрған тоғышарлық қой. Күні бойына баласын көрмей қалайда шыдайды? Мұндай ананың барынан жоқ жақсы. Арлан қатты ашуланғаны сонша шабалана үріп сиырға тап берді. Бірақ көк сиыр қақшиған мүйіздерімен жасқап маңына жуытпады. Содан кейін күшік жалп бұрылып қорадағы ұсақ малдардың қасына кетіп қалды. Сіздер кімсіздер? Деді Арлан кіре беріс есік алдындағы құйрығы селтиген, сақалды, үсті басын жүн басқан мақұлықтарға таңырқай қарап. Мен ешкі деген әпкең боламын. Ал мен қой деген апайыңмын, деп жауап қатты олар. Ал сіздердің тұрмыс күйлеріңіз жақсы ма? Жалпы ойдағыдай. Ендеше мен сіздерге бала болайыншы? Алайда біз жатар орынға келгенде топырлап, қораның тарлық ететіні бар. Себебі біз көппіз. Арлан томсырая қалды. Зердеге салса, опыр-топырдың ішінде еркін өмір сүру мүмкін емес сияқты ғой. Олай болса, ешкі мен қойға жуып несі бар? Қайда барсам деп ойланып тұрған күшіктің құлағына ақырған дауыс естілді. Арланның назары ауланың ең шеткі түпкірінде ұзын құлақтары салпиған бір мақұлыққа түсті. Салып ұрып қасына жетіп барған ол, «Сіз кімсіз?» деді тезірек білгенше асығып. Мен есекпін. Ал сіздің тұрмыс күйіңіз жақсы ма? Негізінен жаман емес. Ендеше мен сізге бала болайыншы? Әттең, біздің бел жазбай жүк таситынымыз бар. Арлан тілін тістеп мелшиді де қалды. Тер төгіп жұмыс істеу оған мүлде ұнаған жоқ еді. Бәрінен метелі қайтқан ала күшік басқа кімді паналарын білмей дал болды. Қайда барса да әйтеуір бір қиындық. Рақатқа батып жүрген ешкім жоқ. Әркімнің өз бейнеті өзіне жетерлік секілді. Көңілі қатты құлазып, суыққа тоңған Арлан амалсыз үйіне қарай аяңдады. Бұл кезде дала қараңғылана бастаған. Осы сәтте ғана ол әбден қарны ашып,
өзегінің тала бастағанын байқады. Тезірек үйшігіне жетіп, буы бұрқыраған тәп-тәтті бұламық сорпа ішіп, анасының жылы бауырына кіріп ұйықтағысы келді. Қалың қарға малтығып, әрең дегенде үйіне жеткен Арланды анасы қуана қарсы алды. Таңертең ғана өзін тыңдамай үйден қашып кеткен баласының тентек қылығын мүлдем ұмытқандай. Емірене иіскелеп, алдына буы бұрқыраған тәп-тәтті бұламық сорпаны тоса берді. Тамаққа тойып алып, артынша анасының жып-жылы бауырына еркелей кірген Арлан: «Анашым, осы ешбір қиындықсыз рақат өмір сүруге болмай ма?» деді күні бойы мазасын алған сұраққа әлі де жауап іздеп. «Әй балам-ай, қиындықсыз рақат өмір қайдан болсын? Әркімнің басында бір қиындық бар ғой. Таудай түйенің де, бармақтай тышқанның да өз қиындықтары өзіне жетерлік. Тек сол қиындыққа мойымай, сабыр сақтай білуді айтсаңшы». Мойнындағы темір шынжырын сылдыр еткізіп қойып, әңгімесін тереңнен қозғаған анасының сабырлы дауысына құлақ түрген Арлан сондай бір рақат күйде маужырап, ұйықтап кетті. Ертегі ұнаса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Арнадан басқа да қызықты, аңыз, ертегі әңгімелерді тыңдай аласыздар.